Өткен аптада Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігі 2012 жылдың алғашқы 90-ын қорытындылады. Оған көз жүгіртсек, инвестиция, өнеркәсіптік өнім көлемі, тауар айналымы басқа да көрсеткіштер анағұрлым артқан. Сонымен қатар, тұрмыстық тауар бағасы да біршама қымбаттап отыр. Ақмола облыстық статистика департаментінің мамандары да жергілікті рынокта қай тауардың бағасы қымбаттап, қайсысының тұрғындар үшін тиімді екенін анықтаған. Статистикаға сүйеніп, сандарды сөйлетсек. Ақмола облыстық статистика департаментінің мәліметтері бойынша азық-түлік бағасы 2012 жылдың 1-тоқсанында 1,7%-ға қымбаттады. Балық пен теңіз өнімдерінің құны 5%-ға, ет және ет өнімдері 3,3%-ға жоғарылаған. Облыс бойынша орам жапырақ бағасы 12,3%-ға өсті. Кондитерлік өнімдер 4,8%-ға, темекі 4,5%-ға қымбаттаған, ал ұн бағасы 8,3%-ға, тары 5,3%-ға, күріш 4,5%-ға, күнбағыс майы 3,9%-ға арзандады. 2012 жылдың 1-тоқсанында негізгі жалдамалы тұрғын үй құны 13,2%-ға жоғарылады.